Мына моторды көрдік. Шпильканы осындай күйдіріп тастаған ғой до такой степени. Мына гильзаның сынған жері екен. Осы сынғанның жанында жаңағы шпильканы өртеген ғой. Гильзаның сынығы жоқ қаяқта екен, білмейміз қайда кетіп қалғанын. Мына моторды білмеймін, бір қызғаннан андай болып кетуі мүмкін емес те. Патрубканы да атып жібердім осы қызғанның арқасында. Головка прокладканы да жеп қойған. Мынау білмеймін, капиталка істелген мотор дейді. Егер білетін мотористер болса, жазыңыздар астына. Капиталка өткен мотор ма, өтпеген мотор ма? Оны қалай білуге болады? Бірақ риске ғана шыдады. 1400 километрге бардық, болды, міне осындай болды. Головка прокладка кетіп қалды. Головка прокладканы көтерсек, міне. Егерде прокладканы полный жеп қойған, и осы жерден шпильканы да жеп қойған ғой, блоктың шпилькісінде. Енді андай қылып жеп қою, бір қызғаннан андай жеп қою деген мүмкін емес шығар енді. Дизель айдағандар білетін болсаңыздар, жазыңыздар. Мынау головкада негодный. Тура сол жерінен, жаңағы прокладканы жеген жерінен головканы да күйдіріп тастаған ғой. Головкада уже трещина бар. Головка жарамайтын болып тұр уже. Енді менің контрактный мотор 2 миллион 800 деп жатыр. Енді машинаның өзін 7 миллион қалдық. Еще плюс 2 миллион 800 моторға түсіп тұрық. Сұмдық болды негізінде.